Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім. Сіздерге менен кеңес болсын деп отырмын. Қазын жылқының қарны, қартасы, шектері осыны тазалап жуу үшін бізге тұз қосамыз. Сосын кішкене уксус, сосын кішкене сұйық май, жақсылап араластырып, жарты сағатқа қойып қойсақ, қартаның иісі, шектердің арасындағы барлық заттарын слизистый дейді, бәрін алып түседі. 15-20 минутқа қойып қойсаңыздар, кішкене қойып қоямыз. Оны тазалап жусақ, иісі де ешқандай артық нәрсесі болмайды. Қарын жарты сағат уақыт өтті. Қараңыздар. Бәрін әдемілеп тұр. Таза сумен қазір жуып аламыз. Бәрі алынып түсті. Таза сумен тазалап жуамыз. Барлық иісі бәрін алып түседі. Ағып тұрған суда, шек. Ағып тұрған суды тазалап тұрып, жуып аламыз. Міне, қарта тап-таза. Қарта, қарын тазалап тұр, сумен жуып аласыздар. Қараңыз, тап-таза, ешқандай не жоқ. Бәрі шек. Тап-таза, иісі де жоқ. Судың астында әдемілеп жуып алсаңыздар, тап-таза болды. Осылай жуып таза сумен. Іске жарап қолданып жатсаңыздар, мен каналымды қолдап отырыңыздар. Құрметті менің алтын көрермендерім.